Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бірге менің балдарымның сүйіп жейтін вафлиін дайындаймыз. Ол үшін бізге сұйық май қажет. Сұйық майымыздың үстіне шекерімізді қосамыз. Екеуін жақсылап миксермен араластырамыз. Енді жұмыртқаларымызды қосамыз. Барлығын жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Екі-үш бөліп ұнымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді вафлиімізді пісіріп бастаймыз. Қызып тұрған вафельницамызға бір ас қасықтан салып, пісіріп аламыз. Вафельницамыздың бетін бірден ашпаймыз. 1 немесе 2 минуттай күтіп, содан кейін барып ашып, вафлиімізді аламыз. Вафлиімізді ыссы күйінде абайлап ораймыз. Вафлиімізді ыссы күйінде бірден орап тастамасақ, онда ол суығаннан кейін орауға келмей қатып қалады. Өз қалауыңызша кез келген формада орауыңызға болады. Мен осындай қылып орадым. Дәл осы рецептпен менің вафлиларымды дайындап көріңіздер, сізге ұнайтынына сенемін. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған жансая. Мен өз каналыма түрлі тағамдардың рецепттерін салуға тырысамын. Сондықтан мені қолдап, менімен бірге болыңыздар. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.